Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізбен бар жоғы 2 ингредиенттен тұратын өте тәтті балмұздақ әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге алдымен құрғақ ыдысымызға салқын сливки керек. Салқын сливкиді миксермен 5-7 минуттай өз формасын ұстағанға дейін жақсылап шайқайтын боламыз. Осы видағындай өз-өзін ұстаған соң форма, оған сгущенка қосамыз. Егер тәтті балмұздақтарыңыздың тәтті болғанын қаласаңыздар, сгущенканың жаңағы бір банкасын барлығын қоссаңыздар болады. Ал егерде шлей қатты тәтті болғанын қаламасаңыздар, онда жарты банкасын қоссаңыздар болады. Және айта кететін маңызды жайт, көп араластыруға болмайды. Ары кетсе бір 3-4 мәрте араластырып қоя қоямыз, себебі көп араластырсаңыздар балмұздақ іріп кетуі мүмкін. Осылай араластырып контейнер болмаса тағы ауыз жабылатын басқа да ыдыстарға салып, аузын жақсылап жауып, мұздатқышқа кем дегенде 7-8 сағатқа қатқанша қоямыз. Бізде балмұздағымыз қатқан кезде, осылай алған кезде кішкене иірімге келетіндей болып алынады. Егер солай алынса, біздің балмұздағымыз дайын. Менде арнайы балмұздағы алатын қасық бар. Солмен осылай әдемі етіп ойып алдым. Өте тәтті, кәдімгі балмұздақтан еш айырмашылығы жоқ. Достар, осы менің рецептімен жасап көріңіздер. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен болған мен Меруерт. Келесі кездескенше сау болыңыздар.